Ойбай-ау, оқысын, Құдайға шүкір мектеп бар ғой. Тура сөз, о не дегеніңіз? Талабы қайтпасын баланың. Елім жұртым деп келгеннен кейін десіп, Бөрібай сөзін қостағандай болды отырғандар. Мектепке барып жолығыңдар, деді баспақ ақсақал. Қазір мектепте кім бар екен өзі? Деп Тінәлі сөзге араласты. Балалар тарағалы біраз болды ғой. Енді кім болса да жолығып, тізімге кіргізіп қоймайсыңдар ма? Деп баспақ тағы да пысықтап. Ел жайлаудан түсе салып, оқу басталады ғой. Ақсақал есіне бір нәрсе түскендей, басын изей отырып. Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды. Таңжарықтың бұл келісі өзіне де бізге де сын бір есептен. Еш нәрседен жасқанбай, кәдімгідей құшағымызға алып, оқимын десе, оқытайық бізде ел жұртпыз. Адамның үрейі біреу, үміті мың болсын деген бұрынғылар. Алдағы күннен жақсылық тілейік, деп барып тоқтады. Жақсы айттыңыз би аға, деді Тінәлі оқалы жібек шапанның оң жағалығын сілке тартып қойып. Ақшыл сопақша жүзіне, қара қасы мен қара мұрты ерекше жарасқан қаршығадай ширақ жігіт. Отырғандар тағы да дуылдасыңқырап басылды. Сонымен ертең ауыл үйді жинап, бір мал сойып, Қайырбекке Құран оқытайық, деп келісті де, Тінәлі Бөрібайлар таң жарыққа мектепті көрсетіп, амандық болса, күзге қарай оқуға кіргізудің қамын ойластыратын болды. Бөрібай үйіне сәскеде жиналған бір қауым жұрт түс ауа тараған. Қалай, ақын бала, біздің елге кішкене үйренейін дедің бе? Деді Тінәлі атын сыйпай қамшылап таң жарыққа қатарласа беріп. Сетік көкті лыпылта аяңдатып келе жатқан таң жарық көңілдені жымиып. Үйреніп қалдым Тінәлі аға, деді даусы жарқын шығып. Рақмет сіздерге, мен бұл елден ешқандай бөтенсу, жатсыну көрген жоқпын. Бәрі өзіміз сияқты, елде жерде ұқсас екен. Мына тауларға дейін ұқсастық тауып, келгелі көңілім орнына түскендей болып жүр. Айналасына сүйсіне көз салып қояды. Әлі талай жермен, ел жұртпен танысасың жиенжан, деп сөзге бөрте жорғаны тайпалтып келе жатқан Бөрібай араласты. Алдымен мына оқуыңа орналастырып алайықшы. Біз тұрғанда сені ешкім жатсынбайды айналайын. Өзіміздің жамандығымыз болмаса, бір-бірімізге бөтендігіміз жоқ қой. Өз жерің, өз елің. Тау етегіндегі аттың тізесін соғатын көк шалғынды сусылдата кешіп келе жатқан аттар бастарын шұлғып тастап, құлақтарын қайшылап жіт аяңдайды. Балбырап еміп тұрған көк балаусаның жұпар иісі, мал емес адамның тәбетін оятып, жүрген сайын сарайыңды ашып, майда желпіген жібек самалмен танауыңды қытықтап, бойыңа жұпар шашқандай желпіндіріп келеді. Бірінен бірі өткен сылаңдаған сайгүліктер де осы жұпар иістен кезек-кезек пысқырынып, сүйсіне тамсанғандай ауыздықтарын қашырлата шайнап-шайнап жібереді. Таңжарық бірге келе жатқан екі жолдасына кезек-кезек көз тастайды. Екеуінің киім киістері мен мінген аттары да бірінен бірі өтеді. Ұзын бойлы ат жақты жүзіне ықшамда жасаған пүліс тысты, құндыз бөркі, ерекше көрік берген Тінәлінің ерге отырысының өзі тәп-тәк болып,
төрт аяғы бірдей ала, серейген арғымақ шалыс жирен қасқаға өзін ғана лайық дегізердей ешқайда мойын бұрмай бір қалыпты отыр. Қоңырқай жібек шапанның етегі төгіле түсіп, қызыл етігінің қонышын жапқан. Қара қасы мен қою мұрты сәл сұстылау көрсеткенімен, ұзын кірпігін жалп еткізіп қағып қалып сөз бастағанда жүзі жылып мейірленіп шыға келеді. Сусар бөркі дөңгелек жүзіне, шоқша сақалына үйлесе қалған Бөрібай да жан жағына жет көз тастап, күмістелген басы жарқыраған құранды ерде нық отыр. Құйрық жалы төгілген жорғаның жүрісімен күмістелген өмілдірік те сылдыр-сылдыр етіп қалады. Сәскеден атқа қонған бұлардың бет алысы қара тұмсықтағы мектеп еді. Сол қанатын тау, оң қанатын жап-жасыл тоғай көм көрген өзен. Алдан ескен жұпар иісті жібек жел, шырылдаған боз торғай үні құйқылжый сорғалап құлақтан кетер емес. Неше түрлі гүл аралас жасыл шөпті жапыра кештіріп, бөктерлеп тартқан үш салт атты, табиғаттың бүгінгі тамылжыған келбетіне тамсана көз тастап, көңілді келе жатты. Мектеп анау ма? Деді қуана сөйлеген таң жарық, бір уақытта сонадайдан көрінген бір шоғыр ағаш үйді көз шалып. Жоқ, деді Бөрібай баяуын қатып. Ол орыс ауылы. Көресің қазір қасынан өткенде. Ал мектеп одан ары, сонау бір жер, деп қамшысымен алдыңғы жақты нұсқады. Анау үлкен қара тұмсықтың өзенге тірелген иінде жақын жер, қазір-ақ жетіп барамыз. Орыс ауылы көп па өзі бұл жерде? Деп қайта сұрады таң жарық. Ой, көп. Бұл өңірде 4-5 жерде бар. Орыс болғанда бұлар казак орыстар. Орысың да түрлі түсті болады екен ғой, деген Бөрібайдың сөзін тінәлі іліп әкетіп. Орыстың жүрмеген жері жоқ қой. Әлі талай орысты көресің ақын бала. Жай орысын да, казак орысын да, әнеугіні келе жатқанда Текештің өткелінен кейін айғыр жылдағы орыс ауылын көрген шығарсың, деді. Көрдім аға, үйді келістіріп салады екен ғой өздері. Қарағайдан қиып тұрып, деді таң жарық таң қалғандай. Деп күрсінді тінәлі. Бұл жердің қызығын орыстар көріп жатыр. Қарағайды емін еркін жығып, үй салады. Ең бір құнарлы, соулы жерлерді емденіп алған. Өздері би, өздері қожа. Мінеки көрмейсің бе деп, алдыңғы жағын нұсқады. Қандай жерге орналасып алған мынау? Қарағай мынау қол созым жерде, су іргеде, өзі жап-жазық жер. Таң жарық оның дәл көріп тұрғандай сөйлегеніне таң қала қарап қойды. Қайта Совет өкіметі орнап, бұлардың кеуделері басылды ғой. Әйтпесе Құдай көрсетпесін, қазаққа күн көрсетпейтін, деп Бөрібай атының басын ауыл сыртына қарай бұрды. Айналып, былайырақ жүрейікші. Ентелеп келіп қалыппыз ғой ауылға. Құдамыздың үйіне түсетіндей-ақ тақап қаппыз. Не бар ішін аралап бұл ауылдың, шошқасының сасығын иіскеп, деді тыжырынып. Соның арасынша астындағы аты оқыс осқырып жалт берді. Шеткі үлкен үйдің бұрышынан домаланып қорс-қорс еткен 4-5 шошқа шыға келген еді. Әнеки, айттым ғой әкеңнің, деді Бөрібай атының басын тартып жалт бергенде ұшып кете жаздаған бөрігін қолымен басып. Бұл кезде өмірі шошқа көрмеген таң жарықтың аты үркөктеп, сонадай жерге ұзап кетіп еді. Әңгімемен келе жатып байқамаппыз-ау, деді тінәлде атының басын бұрып. Құрысын, былайырақ жүрейік.
Дүниеде сасық өздері, домаланып алып, деп атын тебініп кетті. Ауылдың сыртына шыққан үшеуі тағы қатарласты. Таңжарықтың аты тықырши ойқастап, құлағын қайшылап, әлі үркөктеп келеді. Жануар өмір көрмеген ғой мұндай пәлені. Қара, әлі елеңдеп келеді, деді Бөрібай күле сөйлеп. Әнеу күні келе жатып, айғыр жалдағы орыс ауылынан өткенде көрмеп пе едің мұндай доңыздарды? Четінен айналып өттім, шошқаларын көрген жоқпын, деп Таңжарықта күлді. Ой құрысын, бізде аттарымызда үйреніп қалған ғой қайта. Алғаш көрген бойда тура ала қашатын. Жаңағы сенің атын құсап. Тұқымын құрылылардың иісі сұмдық тегі. Күншілік жерден бұрқырап тұрады. Тінәлі жаратпай күлді. Бүгін байқамай, тәпті ауылға кіріп келіппіз ғой. Әй, апырай, бұның етін қалай жейді екен, иә? Таңжарық басын шайқапты жырынды. Ойбай-оу, енді өздерінің атасының асы емес бе? Керек болса, бұлар жылқының етін жемейді екен. Міне қызығы. Тінәлі екі жағына кезек қарап, тізгінін қағып қойды. Ой, сұмдық-ай, рас бей? Таңжарық таңғала атын тебінгендей болып еді, лыпып келе жатқан сетік көк ыршып кетіп, ауыздығын қарш-қарш жайнап, басын шұлғып, пысқырынып жіберіп, езулей тартқан тізгініне ойқастап, ойнап басып жүре берді. Мына жануардың іші пысып алған екен ау, желігіп тықыршып келе жатқанын қарашы. Аяқ тастасын көрмейсің бе, билегендей тура, деп Бөрібай сетік көкке сүйсіне қарап келеді. Басын қоя берсе, ұшқалы тұр ғой өз жануарың. Рас емегенде, Тінәлі Таңжарықтың жаңа сұрағы есіне түсіп, сені алдап келе жатыр ғой дейсің бе? Неше жылдан бері бұл орысыңның да сырын білдік қой. Сонда бұлар өзі не кәсіппен айналысады? Таңжарық әлі таң қалып келеді. Шошқадан басқа мал ұстай ма өздері? Ұстамағанда, деді Бөрібай Таңжарыққа мойын бұрып. Қазақтан бай бұлар, сиыр, жылқы, қойна дейіні бар. Бұлардың да байы кедейі болады екен ғой. Япырая, Таңжарық одан сайын ентелеп, көзі жайнап, кірпігін қағып қояды. Халық болғаннан кейін болады ғой, әр түрлі, деп Тінәлі Бөрібайдың сөзін қостады. Алғаш бұларда арып ашып келіп еді, қазір байыды ғой. Өзінің орысын қойып, қазақтан малай ұстайды. Жаңағы малдың бәрін соларға бақтырады. Сәл үнсіз қалып. Несін айтасың? Басқа малды былай қойғанда, орыстың шошқасын бағуға жалданған қазақтар да бар. Басынды ғой бұлар бізді. Бір кезде Тінәл тамағын кенеп, жүзі күреңітіп кетіп, осы келе жатқан жерімізбен бүйтіп жүре алмайтынбыз. Дауысы бір түрлі өзгеріп шықты. Жайлау қыстауға алыстан айналып өтетінбіз. Әсіресе ары-бері малайдап өткенде, әй, мазаны кетіруші еді-ау бұлар. Қасқыр иттерін жетектеп алып, тайлы таяғымен шулап келіп, бір қойдан ұстап қалатын. Мұндай сөздерді естіген сайын, Таңжарықтың да жаңағыдай емес қабағы шытылып, түсі өзгере бастаған. Іші алай-дүлей буырқанып, әр түрлі ойға кетіп келеді. Япырай, бұлардың да көрмегені жоқ екен ау. Менің еш нәрседен хабарым жоқ екен ғой. Оның бәрін несін айта бересің, деді Бөрібай Тінәліге. Еске түссе, адамның көңілі бұзылады. Қазір әйтеуір, Құдай түбін берсін, заманның беті бері қарағандай боп тұр ғой. Талайды көрдік қой, жиенжан, деп енді Таңжарыққа қарап қойды. Бұл айдалада ешкім жоқ қой бөкі.
Неге осы көлеңкемізден қорқамыз? Осылай болғаны өтірік емес қой деп, Тінәлі қатулана сөйледі. Мына ақын бала білсін де кішкене жағдайымызды. Біледі ғой, бұл әлі талай әңгімені естиді, көзімен көреді, қолымен ұстайды дегендей. Міне мектепке де келіп қалдық деп, баппен сөйлеген Бөрібай қамшысымен алдыңғы жақты нұсқады. Анадай жердегі бірі үлкен, бірі кіші, екі ағаш үй мен екі киіз үйді көріп таң жарықта, мектеп осы шығар деп ойлап келе жатқан. Қара тұмсық деп жүргеніміз мынау, деп Бөрібай бөктеп ұстаған қамшысымен сол қанаттан өзенге сұғына түскен биік тұмсықты көрсетті. Өзіңді байқап келе жатқан шығарсың. Ал анау, деп өзеннің оң қанатындағы оқшау биікті нұсқап, атақты лабасы, қалың жауға қасқайып қарсы шыққан Жеке Батырдай ұлы тауларға қарама қарсы дара тұрсын көрмейсің бе жарықтықтың. Соның арасынша алдындағы жаңа үйлерден екі үй түріп шықты. Есік алдында жүрген екі-үш адамның бір-екеуі сәл қарап тұрды да, ақырын басып, бұлардың алдынан шығып, аттылардың алды-артын орағытып, үріп жүрген иттерге зекіп, «Жат-ей, жат, жат» десіп, жақындай берді. Олардың бірі Егделеу, екіншісі жас жігіт екен. «Ассалаумағалейкум», деп тоқтады Бөрібай Егделеу кісінің қасына жақындап. «Ой, бөкеңдер екен ғой», деп ол кісі де қалбалақтап келіп ат ұстап жатыр. «Бәрекелді, түсіңдер кәнекей». Бөрібайды қолтықтап түсіріп, атын анадай жердегі мамағашқа жетеледі. Қатарласып келген Тінәлі мен Таңжарықтың аттарын ұстаған жаңағы жігіт те лыпып басып, салам беріп, ат байласып жүгіріп жүр. Амандасып сәлемдесіп сәл тұрғаннан кейін жаңағы Егделеу адам «Кәнекей, үйге жүріңіздер бөке», деп ақбоз үйдің үлкенін нұсқап, қасында тұрған жас жігітке «Әй қойшыбай, жүгір үйге, көрпе салып ыңғайлаңдар» деді. Таңжарық қарағайдан қиып салынған еңселі ағаш үйден көзін алар емес. Оны байқап тұрған Бөрібай: «Үйге кірерміз, Бейсеке. Алдымен мына мектепті көріп шығалық. Мұғалімдерден қайсысы бар?» деп солай қарай бұрылды. Бопты, о да болады. Көріңіздер, көріңіздер. Қазір бірақ ешкім жоқ, балалар оқудан тараған», деп ана кісі жүре сөйлеп келеді. Талай көрген мектебі еді бұл кісінің. Өкілгеп қалған ғой деген оймен Бөрібай мен Таңжарыққа кезек-кезек қарап қояды. «Мектепті жаңа көргендей не боқ қалды деп келесіз бе, Бейсеке? Бұл біздің өзіміздің мектеп қой, күнде көріп жүрген. Мына бір алыс жерден келген қонақ жігіт» деп Таңжарықты нұсқап, соның көргісі келеді. «Жөн, жөн, көріңіздер, мектебіміз осы. Аз күн болды балалардың тарағанына. Мұғалімдерден де ешкім жоқ бүгін». «Сұраншы қайда кетіп еді? Алдыңғы күніме көрген сияқ дедім ғой», деді Бөрібай мектепке кіре берісте. «Кеше Жәркентке жүріп кетті. Уез бойынша мұғалімдердің жиылысы болады екен». Еңселі мектеп үйіне жақындаған сайын жүрегі лүпілдей соққан Таңжарық кіреберіс маңдайшадағы керілген қызыл шүпірекке ақпен жазылған Жәркент үйезі Көкбел болысының қазақ мектебі деген жазуға қарап сәл тұрып қалды. Дабырлай сөйлесіп мектеп ішін аралап жүр. Бір келкі қарағайдан қиып салынған 5 бөлмелі үлкен үйдің сырты сыланбаған, ішіне ғана қара сылақ жүргізілген. Класс бөлмелеріне ұзынша тақтайлардан жазуға лайықталған үстелдер жасалған. Отыратын орындықтарын да сондай тақтайдан аласарақ етіп орнатыпты. «Міне балалардың оқитын жерлері»,
деді Бөрібай таң жарыққа қарап, үлкен бір бөлмеге кіргенде. Мына тақтайларға отырады, деп жаңағы ұзынша тақтай үстелдерді нұсқады. Алғаш бұлар жоқ еді, жерге отыратын зерлеп. Қай жыл салынған өзі бұл үй? Жаңа сияқты ғой, деді таң жарық жан жағына қарап. Жаңа ғой, деді Бөрібай келесі бөлмеге өтіп. Көрмейсің бе, қарағайдың иісі әлі шығып тұр. Бұл мектептің өзі ашылғанына 3-4 жылға айналып барады. 1921 жылы күзді ашылған. Солай ғой Бейсеке, деп жанындағы шоқша сақалды кісіге қарады. Е, солай, деді ол жылдам жауап беріп. Тағы сөйлей беріп еді, Бөрібай сөзін бөлді. Ал мына ағаш үйі алдыңғы жылы жазда салынды. Оған дейін 2 қыз киіз үйде оқып шықты балалар. Дегенде 30 бала жиналған. 12 қанат үлкен бір үйге бәрі сиып кететін. Дөңгеленіп отырушы еді малдас құрып. Ал жатып оқитын балалар, оларға әр ауыл бір киіз үйден әкеліп тікті. 8-9 киіз үй үлкен бір ауыл отыратын осы жерде. Әуелде бастауыш мектеп боп ашылған. Былтыр мына кіші ағаш үйді салдықта 7 жылдық мектепте үлкейттік. Бала саны да жыл сайын көбейіп келеді. Бұл өзі осы өңірдегі алғашқы қазақ мектебі. Қазір сонда балалар қайда? Әр бөлмеге таңырқай қарап жүрген таң жарық бәрін білгісі келіп, қысқа сұрақтар қояды. Балалар қазір оқудан тараған кез ғой. Бәрі үйді-үйлерінде күзде қайтып жиналады, деп Бөрібай сыртқа шығайық дегендей бұрылды. Тура 15 күндей болды оқудың тоқтағанына, деп қостап қойды шоқша сақалды кісі. Бөрібайдың сыртқа беттегенін байқап, ұмтылып барып есік ашып. Бәрі сыртқа шығып, есік алдында қораланып біраз тұрып қалды. Мінекей, мектебіміз осы, деді Бөрібай таң жарыққа күлімсірей қарап. Қалай, сендердегі мектептен қандай екен? Таң жарықта күлімсірей, жақсы, деп басын изей берді. Бұл енді, деп сөзге Тінәл араласты. Айдаладағы алғашқы мектеп қой. Көш жүре түзеледі дегендей, бара-бара үлкен мектепке айналады. Әрине, төңірегіне үйлер салынса, бұл жер қалаға айналады әлақ, деді Бейсекең де оны қостай сөйлеп. Дұрыс айтасыз Бейсеке, деді Бөрібай қасында тұрған оның иығына қол салып, сосын қайта таң жарыққа бұрылып. Мына кісі Бейсенбек деген белсенді батырақ болады. Осы мектеп ашылғалы басы қасында жүр. Мінекей, енді жаздай осы жерде болады. Мектептің кем-кетігін жөндеп, бір тыным таппайды. Енді әйтеуір, бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Балалардың оқып білім алғаны жақсы ғой, деп Бейсенбек те күліп қойды. Осы кезде әлгі Қойшыбай деген бала келіп, апам шай ішсін деп жатыр деді. Ал, үйге жүріңіздер, деп қалбалақтаған Бейсенбек оларды үйге бастап жүрді. Бұлар шай ішіп, арғы бергіні сөз етісіп, мектеп жайын әңгіме қып, бір қауым отырып қалды. 2-3 күнде қайта айналып, келіп жолығатындықтарын айтып, бұлар түс ауа аттанысып кеткен. Жақында жайлауға көшеміз, деді былай шыққаннан кейін Бөрібай сөз бастап. Талай қызықты уманды көресің жиенжан. Күзде қайта айналып келіп, тағы осы төңірекке қонамыз. Ол кезде оқу басталады. Амандық болса, мына мектепке келіп оқисың. Өзінің алғашқы оқыған кезі есіне түсіп келе жатқан таң жарық, елп етіп қатарласа берді.